Біздің министрліктің көмегімен сынақ полигоны 2018 жылы ашылды. 2018 жылы осы бүкіл солтүстік Қазақстан облыстарының ішіндегі ең үлкен полигон болып тұр. Полигон 3000 гектар жерді алқапталып тұр. 2400 гектар әртүрлі сорттардың бидайдың сорттары бар, 600 гектар пары. Бұл технологияның ең маңызды мәселесі бұл бүркітті ашу, оның тыңайтқышты дифференциялы тыңайтқыш беру және дифференцированно егу. Осы үш мәселенің арқасында үлкен анау себестоимості құны азаяды. Бұл енді фермерлерді оқытуда, екінші бұны технологияны енгізуге үлкен қадам жасалып жатыр. Енді осының арқасында министрлік бізге бұрын ғалымдарда 4-2 миллиард беретін болса, 10 миллиардқа жуық ақша бөлініп, осы полигонды көрсетіп, сол полигонның арқасында бүкіл Қазақстандағы технологияға үлкен цифровизацияның арқасында үлкен қадам жасап отыр. Ол қадамды бүкіл Қостанай облысында 10 гектарға біз екі регионда істеп жатырмыз. Ақмола облысында және солтүстік Қазақстан облысында осы үлкен алқапта ендіруге барынша атсалысып жатырмыз. В нашем распоряжении сейчас беспилотные летательные аппараты. Біз қазір ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданып жатырмыз. Солар берілген аумақтың, біздің жағдайда алқаптардың әуе фото түсірілімін жасайды. Біздің аппараттарда бірнеше бағыт бойынша түсірілім жасай алатын арнайы камералар орнатылған. Біз ақпаратты жиып картографтарға береміз. Картограф мәліметтерді өңдейді. Кейін индекстер картасын және де өзге де карталарды әзірлейді. Дәлдік деңгейі ұшу биіктігіне байланысты. Неғұрлым аласа ұшса, соғұрлым дәл болады. Мәселен, мына жерде біз пиксельге 20 сантиметр дәлдікпен әуе фото түсірілім жасап жатырмыз. Биіктігі шамамен 300 метрге дейін жетеді. Получается размером 20 на 20 сантиметров. Мы занесли, то есть поля, оцифровали поля, занесли технику. Мұнда біз алқаптардың сандық нұсқасын жасадық. Барлық техникалар жайлы ақпаратты енгіздік. GPS, жанармай деңгейі туралы мәліметтер де бар. Осы кабинетте отырып, енді біз олардың қозғалысын, жағдайын толық бақылай аламыз. Әуеден және жерден бақылау арқылы өсімдіктердің өсу деңгейін анықтаймыз. Кейін нақты шешімдер шығарылады. Агрохимиялық зерттеулер енгізілген. Азотты, фосфорды қамтиды. Бұл оларды дифференциалды қолдануға мүмкіндік береді. Для дальнейшего дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений. Шығынды азайту деп жатырмыз. Мынау бір ғана гербицидте біз енді өзіміз жылда 100 миллион асатын тыңайтқыш аламыз. Ал енді осы технологияның арқасында, дифференциалды берудің арқасында біз баяғы беріп жатқан 100 миллионның емес, оның 40-50%-ға дейін азайтып, жартысын азайтып, біз кішкене шығынды азайтып жатырмыз. Ал енді тыңайтқыштан да бір 15-20%-ға арзандап тұр. Енді өздеріңіз білесіздер, тыңайтқыштың бағасының қымбат екендігін, сол себептен бұның қалай да болсын тыңайтқыштың бергенін азайтуға тырысып жатырмыз. Жерге, ал енді тағы бір үлкен бұның көмегі бұл жанар-жағармайдан. Жанар-жағармайдан өте үлкен шығын шықпайды.